Қараша айының соңында біз Каспий KZ командасына екі бағыт бойынша өнімді талдау және дизайн бағыты бойынша тағылымдамадан өтуге топ қабылдадық. Барлық тілек білдірушілер вебинарға қатысып, тест тапсырмасын орындады. Ал біз тапсырма орындағандармен сұхбаттастық. Ең жақсы нәтиже көрсеткен екі қатысушы Каспий KZ командасына жұмыс істеуге шақырылады. Және тағы 11 адам 3 айлық ақы төленетін тағылымдамаға қабылданады. Мен Каспий KZ-ке тағылымдамадан өтуге келдім. Өйткені соншама адам пайдаланатын өнімдердің осындай үлкен компанияларда қалай жасалатынын әрдайым білгім келетін. Мен әрқашан Каспий KZ сияқты компанияның қайнаған ортасында болып көргім келетін. Барлығы олардың сервистерін пайдалана. Өйткені олар өте ыңғайлы және адамдардың өмірін жеңілдетеді. Бірақ мұның бәрі қалай жұмыс істейтінін аз ғана адам біледі. Барлығы осы процестерді көру және оларға қатысу, өз үлесіңді қосу, бұл үлкен кәсіби тәжірибе беретін сирек мүмкіндік. Сондықтан мен LinkedIn-де өнімді талдаушылар командасына тағылымдамадан өтуге топ қабылданатыны туралы постты көргенде, бұл тағылымдамадан өтуге тез арада өтінім бердім. Нәтижесінде мен қабылдандым. Барлық тағылымдамадан өтушілердің командамыздың бір мүшесі болуға және Каспий KZ-те жұмыс істеуге мүмкіндігі бар. Бастапқыда мен Каспий Lab тағылымдамасынан өтуге өтінім бердім. Барлық кезең мен сұхбаттан өткеннен кейін маған HR хабарласып, тағылымдамадан сәтті өтумен құттықтады. Егер тағы 2 қосымша сұхбаттан өтсем, штатқа кіруге мүмкіндігім бар екенін де айтты. Сұхбаттан сәтті өткеннен кейін мен штатқа жұмысқа кірдім. Қазір Қазақстандағы үздік команданың талдаушыларының бірімін. Ал мені тағылымдаманың 1 айы өткен соң жұмысқа алды. Әріптестер менімен сөйлесіп, тапсырмаларды шешкен кезде өзімді жақсы көрсеткенімді және мені тұрақты жұмысқа шақыруға дайын екенін айтты. Мен команданың кәсіби деңгейінің жоғары екенін бірден байқадым. Біз ментормен бірге отырдық, барлық қадамдармен, барлық кезеңдермен жұмыс жасадық. Ол маған кеңес беріп, бағыт сілтеп отырды. Өйткені оларға қандай сұрақпен барсам да, олар маған әрдайым жәрдемдесіп, ақыл кеңесін айтып отырды. Сөйтіп өнімді талдау саласындағы білімімді тереңдетті. Ол қай жерде қандай кемшілік бар екенін көрсетіп отырды, сөйтіп тапсырмамды жетілдірді, білімімді арттырды. Бұл үшін 1000 алғыс. Мен орасан зор әрі қызықты тәжірибе алдым. Тағылымдаманың алғашқы айында өнім өлшемдері туралы көбірек білдім. Өнімдік ойлау қабілетімді жақсарттым. Сондай-ақ Каспийде дәл қандай құралдар қолданатынын, Каспий KZ өнімдерімен жұмыстың қалай жүргізілетінін білдім. Өзім үнемі қолданатын қосымшаның арғы жағында болып жатқан барлық сиқырды өз көзіммен көре алғаныма риза болдым. Каспий KZ офисінде болып, олардың командасының қалай жұмыс істеп жатқанын көріп, жетекші талдаушы мамандармен сөйлесіп, сұранысқа ие болу үшін неге ұмтылуға болатынын, дәл қазір қандай бағытта даму керектігін түсіндім. Бірінші айда дәріс тыңдап, бизнес-кейстерді зерттедік. Біз нақты тапсырмаларды талдадық. Каспий KZ-тің тәжірибелі мамандардың қандай тәсіп қолданғанын көру, дәл сол бизнес тапсырмалар үшін біздің шешімді қалай іздегенімізді салыстыру қызықты болды. Дәрістерден кейін шағын тимбилдинг ойнатылды. Бұл басқа тағылымдамадан өтушілермен жақын араласуымызға септігін тигізді. Жұмыс істеу жеңілірек болды. Мен мұнда университетте немесе курстарда үйретпейтін нәрселерді үйрендім. Каспий KZ әрбір қазақстандыққа қолжетімді инновациялық жобалар мен әмбебап сервистер әзірлеп жатқан заманауи ізашар компания. Сондықтан осы жерден үйренетін және байқап көретін барлық нәрсеміз бұл еш жерден таптырмайтын баға жетпес тәжірибе. Әрине, тағылымдаманың керемет нәтижесі бұл тұрақты жұмысқа шақырту алу. Дәл осы жерден мен өзімнің кәсіби өсуім үшін зор мүмкіндікті көріп отырмын. Ең бастысы, мен өзім дамып қана қоймай, қоғамға пайда әкелемін. Каспий KZ сервистерін миллиондаған қазақстандық пайдаланады. Мұнда жұмыс істейтін әр адам осы сервисті қолжетімді етіп, оның мүмкіндіктерін арттыру жолында еңбектенеді. Қарапайым азаматтар үшін қиын қаржылық процестерді жеңілдетеді.